Құрметті менің жанұям, бүгін алда келе жатқан жылғы жыл құтты болсын. Жылғы жылын қарсы алып, осындай үлкен дастарханда жанұямызбен отырып, жақсы демалайық. Мына анашыларының істеген мантысынан жеп, жақсы тілек айтып, тақпақ айтып, көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі кешті бастайық. Halal емес шығармыз, орысша тойлаңдар. Ал енді бүгінгі кешімізді жақсы тілектермен, жақсы тақпақтармен, әркім өзінің жасына қарай, деңгейіне қарай өнерлерін көрсетсін. Өлең айтама, би билеп берема, тақпақ айтама. Ал енді бірінші сөз кезегін осы өзіміздің білім алып атқан нөмірі 220-шы Қазақ орта мектебінің оқушысы Серікқызы Инабат, сол мектептің президенті. Бірінші тос кезегін Инабатқа береміз. Ал отбасым бүгінгі келіп жеткен 2026 жылқы жылы құтты болсын дегім келеді. Осы жылқы жылы бақытымен, шаттығымен келсін дегім келеді. Үйімізге тек бақ, береке келсін. Әрдайым күліп ойнап, осылай бір дастарханның басында дәмді ас ішіп жүре берейік. Ең бастысы бақыт келсін дегім келеді. Осы Қадыр мырза атамыз бала айтқан екен. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз көбіміз түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Сол себепті осылай әрдайым бақыт, шаттыққа толы нұрмен жүре берейік. Әумин. Келесі сол кезеген Құдайберген Жұбанов атындағы номері 2-ші курс студенті Серікқызы Сымбатқа береміз. Орманда ағаштар көп өсіледі. Тос кезегі Серікқызы Сымбатқа беріледі. 2026 жылы тағы да осылай басымыздан қосылғанына өте қатты қуаныштымын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс, жаңа көңіл-күй, жаңа қуаныш, жаңа жаңалықтармен толы болсын. Барлығымыз бақытты болайық. Ең басты осы ата-анамыз күліп ойнап, қасымызда барлығын ұйымдастырып, өстіп жүре берсін. Жастармен бір толқында болып, үнемі осылай жаңа заманнан қалмай осылай барлығын ұйымдастырып, дастархан жайып, ойындарын ұйымдастырып, осылай жанымызда күліп ойнап жүре берсін. Біз ата-анамызбен барлығымыз бірге бақытты болайық. Бақыт деген ол барлығымыз өсіп ер жетіп, қолымыз аузымызға жеткен кез емес. Бақыт деген осы барлығымыз бала болып, жаңа жылдан жаңа жылға аман есен жетіп отырғанымыздың өзі осы үлкен бақыт. Бақытты сырттан емес, нағыз бақыт осы отбасыда, осы қара шаңырақта дейді. Сондықтан осы бақытымыз ажырамасын, осылай жүре берейік. Құрметті отбасым, бүгінгі келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын. 2026 жыл жақсы жаңалығымен келсін. Басты деніміз сау болсын, аман болайық. Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. Сынбат оқуатқан оқуын жақсы аяқтап, басқа балдармен оқуда үздік болып, өстіп әрқашан деніміз сау болып, бақытты баянды ғұмыр кешуді Алла нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум деп бірінші халқыммен амандасып қояйық. 2026 жыл жаңа жылымыз құтты болсын. Өзінің байлығымен, табысымен келсін. Осы үлкендердің, баса айтқандардың сөзіне қосыламыз. Осымен жаңа жылымыз, қысқасы, бақытпен, өзінің табысымен, байлығымен келсін дейміз. Келесі сөз кезегін Торымен би студиясының ханшайымы бишісі Серікқызы Каусарға тос кезегін береміз. Алла разы болсын. Бүгінгі жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Бәрімізге тек бақыттық тілеймін. Бәріміз осы бір дастархан үстінде күліп ойнап жүре берейік. Бәріміз осылай көңілді болып, әр мерекені тойлай берейік. Отбасымыз аман болсын, жеріміз тыныш болсын.
Мен осы досты енді гимнастика сынаға берем. Осымен жаңа жыл құтты болсын. Ayta. Жаңа жыл құтты болсын. Бақытты болайық. Бақытты болайық. Ақпақ айтшы. 2026 құтты болсын. Аумин. Құтты болсын. Аумин. Ақпақ айтшы жаласы. Aya жаттаған мектеп тексерілді. Өте сақаптылық баяндалды. Мен сеп олимпиад кадрлер. Böyle bizim oynadığı sayı. Böyle altı sayı. Kutu ayet. Onun sayı. Onun sayı. Hayır sayı. Ендігі тос кезегін менің отағасыма, балдарымның әкесіне тос кезегін береміз. Мынаны жарыққа құру керек еді. Ал енді менің құрметті жанұям, мына келіп жеткен жылқы жылы 2026 жыл құтты болсын. Жаңа жыл тек қуанышымен, берекесімен, жақсылығымен келсін. Жылқыны қазақ сәндік дейді, сәнді мал дейді, әдемілікке балайды. Сіздер де сондай әдемі болыңыздар. Оқуда жылқыдай жүйрік болыңыздар. Сымбат жоғарғы оқу орнында оқисың. Жоғарғы оқу орнында тек жоғарғы жетістікпен көріне бер. Онан кейінгі сіңілдеріңе үлгі бол. Мирас апатайларына көп еркелеп, ерке бала болмай, күшті азамат болып өсе бер. Жаңа жыл тек қуаныш әкелсін біздің отбасымызға, береке әкелсін, мықты денсаулық әкелсін, берекелі мерекелі жыл болсын. Өткен жылға ешқандай өкпеміз жоқ. 25-ші жыл жылан жылы жаман болған жоқ. Жақсылықтар болды, қуаныштар болды. Соның жалғасы бола берсін. Мен енді жанұяма жақсы тілектерді арнаймын. Күндіз де, түнде де сол жақсы тілек, қуаныш болсын деймін. Енді қай әке баласын жаман болсын дейді. Бәрі сіздер үшін маңдайдан аққан әрбір тер сол сіздердің болашақтарыңыз үшін. Ал енді бір кішкене болса да енді жаңа жылда бір қазақи бір не келтіріп жіберейін. Жиренше шешен деген кім болған кісі білесіздер ма? Иә. Жиренше шешен деген. Данагөй. Өзінің заманында би болған, шешен болған кісі, ол кісі бір қыдырып келе жатқан кезде бір ауылдың шетінде екі балаға кездеседі. Сонан екі балаға сұрақ қояды. Өмірде ең тәтті нәрсе не? Сосын ең жұмсақ нәрсе не? Ең қатты нәрсе не деп сондай сұрақ қояды екі баланың. Сонан ішінде бір онша Дұрыс жауап бермейтін. дұрыс енді онша енді ананы мынаны көп біле бермейтін бір еркелеу бала сонан айтады, ең тәтті нәрсе бал дейді. Тәтті нәрсе бал, жұмсақ нәрсе мамық көпшік, ең қатты нәрсе тас дейді. Сонан кейін қасында тұрған бір ақылдылау зерек бала, мен жауап берейін, ата мен жауап берейін дейді. Сол кезде екінші бала айтады, ең тәтті зат ол ананың сүті дейді. Ең жұмсақ нәрсе ананың алақаны дейді. Ең қатты нәрсе әкенің сөзі, әкенің жүрегі дейді. Енді сол жерде жиренше шешен атасы баланың жауабына ырза болып балаға батасын берген. Енді бұл жерде айтайын дегенім, енді ананың сүті тәтті екенін білесіздер, оны бәріңде іштіңдер, таттыңдар. Дүниеге келгеннен бері ананың алақаны жұмсақ екенін оны да білесіңдер. Ананың алақанынан, саусағынан дәм жедіңдер. Осы дастарханның бетіндегі дәмнің бәрі ананың қолымен істеледі, оны білесіздер. Ал әкенің жүрегінің қаттылығы, сөзінің қаттылығы ол қатыгездігі емес. Ол сіздерді өмірге деген
өмірге өмірдің толқынды ағысына қарсы тұратын бір аяғы қатты, қанаты қатты, сондай бір күш беретін, сондай немен тәрбиелік немен қатты айтады. Әке қатты сөйлейді, сөздері қатты тиеді, бірақ ол қатыгездіктен емес, ол сіздерді тәрбиелеу жөнінде айтылған жақсы сөздер деп соны түсініңіздер. Ал енді жаңа жыл тағы да құтты болсын, оң болсын, отбасымызда қуаныш болсын, той болсын. Мына жетістіктермен жүрген біздің үйдің үлкендері, сымбат айналайын, университетте алдыңғы қатарлы оқушының бірі бол, инноват 25 жылы оқу жылында мектеп президенті болдың, арман қарай жақсы жетістіктермен өрлей бер, Олдана сен де жақсы жағынан көріне бер, Кәусаржан сен де, Ясина сен де, Мирас сен де ақылды бала бол деп сөзімнің аяғын жақсы тілектермен аяқтағым келеді. Той жалғасын таба берсін. Анашылардың екі бастан ол да сіздерді жақсы азаматша болсын деп маңдай терін төгіп жүрген жанның бірі екі бастан. Сонымен аналарын сыйлаңдар, екінші рет аналарын сыйлаңдар, үшінші рет аналарын сыйлаңдар, сосын барып ауысылатса ал сол үшін жақсы отырып болсын, әдемі отырыңыздар.